Баршаңызға сәлем. Бүгін 4-11 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 982 есеп, есептеңдер ауызша. 982 есепті орындаймыз. 5-тің квадратына 3-тің квадратын қосуымыз керек. 5-тің квадраты деген сөз 5-ті 5-ке көбейтеміз. Бұл 25 болады, ал 3-тің квадраты 9 болады, яғни 3-ті 3-ке көбейтсек 9. Енді 25-ке 9 қоссақ 34. Енді осы 34-тен 19 азайтамыз, бұл 15 болады. 15-ті 8-ге көбейтеміз, кейінгі санға ол 120 болады. 120-ны 6-ға бөлсек 20 болады. Ал 20-ға 47-ні қоссақ 67. Демек, біріншісінің мәні 67-ге тең. Енді екіншісін орындаймыз. 67-тен 25-ті азайтамыз 42. 42-ні 4-ке көбейтсек 168. Одан 66-ны азайтамыз 102 болады. 102-ні 6-ға бөлеміз, бұл 17 болады. Ал енді 17-ні 3-ке көбейтсек 51-ге тең. Үшіншісін орындаймыз. 51-ді 10-ға бөлеміз. Біз сандарда натурал санды 10-ға, 100-ге, 1000-ға бөлуді өткенбіз. Сондықтан бұл жерде 10-ға бөлу деген сөз мына бүтін натурал санның 10-ға қарай, солға қарай бірлікке жылжытып өтіріп қоямыз. Демек, сонда 5,1 болады. Енді 5,1-ді 3-ке көбейтетін болсақ 15,3, оған 4,7-ні қоссақ 20 болады. 20-дан 8,2-ні азайтсақ 11,8, 12-ге бөлсек 5,9-ға тең. Кейінгі амалдарды орындаймыз. 5,9-ға 4,3-ті қоссақ 10,2 болады. Оны 4-ке көбейтсек 40,8 болады. 40,8-ден 20,8-ді азайтамыз, бұл 20 болады. 20-ны 5-ке бөлсек 4 болады. Ал енді 4-ті 10-ға көбейтсек 40-қа тең. 983 есеп. Жуық теңдіктерді оқып, қандай разрядқа дейін дөңгелектенгенін түсіндіріңдер. Біріншісі 27,8-ді 28 деп жазыпты. Демек, бұл жерде бүтінге дейін дөңгелектеген. Өйткені, міне, бүтіннен кейінгі сан, яғни бірінші тұрған бірліктегі санымыз бұл жерде 8 болып тұр, яғни 5-тен үлкен. Егер 5-тен үлкен немесе 5-ке тең болатын болса, оның алдында тұрған санға 1-ді қосып жазамыз. Демек, мына жерде 28 болды. Бұны бүтінге дейін дөңгелектеген. Екіншісінде дәл солай 16,2-ні 16 деп жазған. Өйткені үтірден кейінгі санымыз, яғни бүтіннен кейінгі санымыз 5-тен кіші болып тұр, сондықтан оны тастап кетіп жазған. Одан кейінгісі 4,156-ны 4,6 деген, бұны үтірден кейін бір сан қалдырыпты. Демек, ондық үлестерге дейін дөңгелектеген бұны. Яғни 5-тен кейінгі санымыз 6-ға тең болып тұр, ол 5-тен үлкен, ендеше мына 5-ке 1-ді қосып жазған. Кейінгісі 25,246 екен. Бұл жерде де ондық үлестерге дейін дөңгелектеген 25,2 деп. Яғни ондық үлестен кейінгі санға қараймыз, ол 5-тен кіші, ендеше бұлар тастап кетеміз. Демек, 25,2 болады. Яғни бұлардың орнына 0 жазылады деген сөз. Енді бесіншісі 1,689-ды 1,169 деген, бұл жерде жүздік үлестерге шейін дөңгелектеген, яғни үтірден кейін 2 цифр қалдырған. Енді 2 саннан кейінгі санды қараймыз. Бұл жерде міне 9. 9 5-тен үлкен, ендеше оның алдына тұрған санға 1-ді қосып жазамыз. Яғни 1,169 болады. Кейінгісі 0,342-ні 0,134 деп жазған. Демек, бұл жерде жүздік үлестерге шейін дөңгелектеген. Ендеше мына 4-тен кейінгі санды қараймыз. Бұл 5-тен кіші болып тұр. Сондықтан алдындағы санға ешнәрсе қосылмайды. Мына 2-нің орнына 0 жазылады. Яғни үтірден кейін болғандықтан ол 0 жазылмай кеткен. 984 есеп. Ондық бөлшектерді дөңгелектеңдер. Біріншісі ондық үлестерге дейін, екіншісін жүздік үлестерге дейін, үшіншісін мыңдық үлестерге дейін. 3,103-ті біз ондық үлестерге дейін дөңгелектеуіміз керек, яғни үтірден кейін бір таңба қалдыруымыз керек. Бұл жерде 0-ге тең, ал одан кейінгі санымыз 3-ге тең, ол 5-тен кіші болғандықтан мына 0-ге ештеңе қосылмайды, 0-дің өзі жазылады. Бұл жерде 0-ді тастап кетпейміз, өйткені бұны ондық үлестерге дейінгі дөңгелектегеніміз белгілі болуы үшін. Демек, 3 бүтін болады. 4,158-ді дөңгелектейтін болсақ, міне 5-тен кейінгі санымыз, яғни ондық үлестен кейінгісі жүздік үлесіміз 8-ге тең болып тұр. 5-тен үлкен болып тұр. Ендеше мына 5-ке біз 1-ді қосып жазамыз. Демек, бұл жерде 4,6 болады. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 0,124-ті 0,2,
2,473-ті 2,5, 9,206-ны 9,2, 5,791-ті 5,8 деп жазып аламыз. Енді екіншісін жүздік үлестерге дейін дөңгелектеуіміз керек. 0,214-ті жүздік үлеске дейін дөңгелектейтін болсақ, жүздік үлесіміз бұл жерде 1. Міне енді осыны қараймыз. Бірден кейінгі тұрған санды қараймыз. Бұл 4 болып тұр. 4 5-тен кіші, ендеше бұған ештеңе қосылмайды, оның орны 0 жазылады деген сөз. Демек, бұл 0,121 болады. Кейінгісі 3,591 болса, бұл жерде де дәл сондай 9-дан кейінгі цифр 1 5-тен кіші екен, оны жазбаймыз. Демек, 3,159 дейміз. Яғни оның орнында 0 бар деп білеміз. 2,168-ді жүздік үлестен кейін 6-дан кейін 8 саны тұр. 8 саны 5-тен үлкен. Демек, 5-тен үлкен болғандықтан мұнаған біреуін қосып жазамыз. Яғни мыңдық үлесіміз 5-тен үлкен болғандықтан жүздік үлеске 1-ді қосып жазамыз. Сонда 2,117 болады. Кейінгісінде дәл солай жалғастырамыз. 10,007,351-ді 8,174, 4,10,096,303-ті 4,196, 2,10,008,375-ті 2,184 деп жазамыз. Енді үшіншісі мыңдық үлестерге дейін дөңгелектеуіміз керек екен. Демек, мыңдық үлес дегеніміз бұл жерде біріншісінде 6,10,002,358 еді, 5 болып тұр. 5-тен кейінгі санға қараймыз. 8, бұл 5-тен артық, үлкен. Сондықтан мына 5-ке 1-ді қосып жазамыз. 6 жазамыз. Мына 8-дің орнында 0 бар. 0 жазамыз. 0-ді жазбай тастап кетсек те болады. Ендеше бұлымыз 6,236 болады. Ал кейінгісі 2,10,5432-ні 2,543 деп жазамыз. Өйткені 3-тен кейінгі санымыз 2-5-тен кіші. Демек, өзгертілмейді бұл. 3,10,006,775-ті 3,10,678 деп жазамыз. 4,10,002,306-ны 4,231 деп жазып аламыз. 985-ші есеп. Жуықтаудың қайсысы дәлірек? Дәлірек жуықтауды көшіріп жазыңдар. Демек, мына біріншісінде берілген 1,17-міз жуықтап алғанда 2 деген, немесе 1,17-міз жуықтап алғанда 1 деген. Демек, бізге қайсысы дәлірек дейді? Бізге дәлірегі мына біріншісі болып табылады. Өйткені бүтінге дейін дөңгелектейтін болсақ, бүтіннен кейінгі ондық үлесті қараймыз. Бұл 7, яғни 5-тен артық, ендеше мына 1-ге 1-ді қосып 2 деп жазамыз. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. Біріншісі 1,17-міз бүтіндерге дейін дөңгелектеген, сондықтан 2-ге тең. Екіншісі 6,15-ті де бүтінге шейін дөңгелектеген, бұл 7-ге тең. Үшіншісі 9,123-міз бұл 9,2, яғни ондық үлестерге дейін дөңгелектенген. Одан кейінгісі 6,366-мыз бұл жүздік үлестерге дейін дөңгелектенген 6,137. Демек, дәлірек жуықтаудың осылары дәлірек болып табылады. 986-ші есеп. Ондық бөлшекті бүтінге дейін дөңгелектеп, нәтижесін жуық теңдік белгісімен жазыңдар. 2,675-ті бүтінге дейін дөңгелектейтін болсақ, ондық үлеске қараймыз. Ондық үлесіміз 6 5-тен артық, сондықтан 2-ге 1-ді қосып жазамыз. 3-ге тең болады. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 5,119-ды 5 деп, 37,10,004,109-ды 37, 0,806-мыз 1-ге тең болады. 145,732-ні 146 деп жазамыз. 5,10,006,071 6 болады. 200,10,008,685-міз 201-ге тең. 101,10,004,902-міз 101 деп жазып аламыз. 987-ші есеп. Ондық бөлшектердің жуық мәндерін тауып, кестені толтырыңдар. Бізге ондық бөлшектер берілген. 35,10,009,627-ні ондық үлестерге дейін дөңгелектейтін болсақ, 36 болады. Жүздік үлестерге дейін дөңгелектесек, 35,196. Мыңдық үлестерге дейін дөңгелектейтін болсақ, 35,963-ге тең. Кейінгісі 48,10,004,531-ді ондық үлестерге дейін дөңгелектесек, 48,5 болады. Жүздік үлестерге дейін дөңгелектесек, 48,145. Мыңдық үлестерге дейін дөңгелектесек, 48,453 болады.
91,10,8249-ды ондық үлестерге дейін дөңгелексек 91,8, жүздік үлестерге дейін дөңгелектесек 91,182, мыңдық үлестерге дейін дөңгелектесек 91,825. 988 есеп. Жердің радиусы 6371 километр. Марс планетасының радиусы жер радиусының 0,153-не тең. Марс планетасы радиусының ондық үлестерге дейінгі дөңгелектенген жуық мәнін жазыңдар. Бірінші жердің радиусын берілгенін жазып аламыз. Бұл 6371 километр. Ал Марстың радиусы осы жердің радиусының 0,153-не тең екен. Енді шешуін орындаймыз. Марстың радиусын табу үшін осы жердің радиусыны 0,153-ке көбейтеміз. Сонда 3376,163 шығады. Оны ондық үлестерге шейін дөңгелектеп жазып қоямыз. Бұл 3376,6 километр болады. Демек, жауабы Марс планетасының радиусы 3376,6 километр. 989 есеп. 1 метр матаның бағасы 600 теңге. Осы матаның қалдығының құны 255 теңге. Мата қалдығы неше сантиметр? Жауабын бүтінге дейін дөңгелектеңдер. Берілген жазып аламыз. 1 метріміз 600 теңге болса, мата қалдығы 255 теңге екен. Енді мата қалдығының неше сантиметр екенін табуымыз керек. Шешуін орындаймыз. Ол үшін 255-ті 600-ге бөлеміз. Бұл 0,425 метр болды. Енді оны сантиметрді өрнектейтін болсақ, 100-ге бөліп жереміз, сонда 42,15 сантиметр болады. Ал енді оны бүтінге дейін дөңгелектейтін болсақ, үтірден кейін, яғни ондық үлес 5-ке тең болып тұр. 5-ке тең болса, оның алдында тұрған санға 1-ді қосып жазамыз. Демек, 42-ке 1-ді қосамыз, 43 сантиметр болады. Демек, жауабы мата қалдығы 43 сантиметр. 990 есеп. Бірінші, 372 секунд шамамен неше минутқа тең? А нұсқа 5 минут, Б нұсқа 6 минут, С нұсқа 4 минут, Д нұсқа 7 минут екен. Оны табу үшін 372-ні біз 1 минутта 60 секунд болғандықтан минутпен өрнектеу үшін 60-қа бөліп жереміз. Екіншісі 390 минут шамамен неше сағатқа тең дейді. Бұны да 60-қа бөлеміз, өйткені 1 сағатта 60 минут бар. Енді А нұсқасы 8 сағат екен, Б нұсқасы 9 сағат, С нұсқасы 7 сағат, Д нұсқа 5 сағатқа тең деп. Есептің шешуін дәптерге орындаймыз. 372 секундты 60-қа бөліп жерсек, 6,2 минут болады. Бұны жуықтап алып жазатын болсақ, 6 минут деп жазамыз. Демек, жауабы Б нұсқа екен. Екіншісі 390 минутты да 60-қа бөлсек, 6,15 сағат шықты. Енді бұны жуықтап алып жазатын болсақ, 7 сағат болады. Демек, бұл жерде жауабы С нұсқа екен. 991 есеп. Ондық бөлшектерді дөңгелектеңдер. Бірінші ондық үлестерге дейін, екінші жүздік үлестерге дейін, үшінші мыңдық үлестерге дейін. Мұнда есептерді дөңгелектеуді біз жоғарыда өттік. Барлығын толық жазып қойдым. Өз беттеріңізше орындап, тексеріп көрсеңіздер болады. есеп. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшып, 10 қазанда жерге қонды. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров ғарыштан ауданы 40.000 километр квадрат құрғаған Арал теңізінен көтерілетін тұзды шаң борамасын зерттеді. Осындағы сандардың қайсысының дәл мәні алынған? Жуық мәні алынған сан қай разрядқа дейін дөңгелектелген? Дәл мәні 2 қазан, 10 қазан 1991 жыл. Ал жуық мәні 40.000 километр квадрат. Бүтінге дейін дөңгелектенген. 993 есеп. Шамалардың жуық мәндерін бүтінге дейін дөңгелектеп, бос орынды толтырыңдар. 7835 метрді километрмен өрнектейтін болсақ, бұл әуелі метрді километрді өрнектеу үшін 1000-ға бөліп жереміз. Өйткені 1 километрде 1000 метр бар, сондықтан 7835-ті 1000-ға бөліп километрмен өрнектейміз. Бұл 7,1835 километр болады. Енді оны бүтінге шейін дөңгелектейтін болсақ, мына ондық үлеске қараймыз, яғни бүтіннен кейінгі санымыз 8, 5-тен артық болып тұр. Ендеше мынаған 1-ді қосып жазамыз. Бұл 8 километр. Демек, бос орынға біз 8 жазамыз. Екіншісі 316 сантиметр, оны біз 3,116 метр деп, 3 метр деп өрнектеп жазамыз. Бос орынға 3 метр жазамыз.
Қалғандарын да дәл солай жалғастырамыз. 4235 метріміз 4 километр болады. 5416 граммымыз 5 килограмм, 857 килограммымыз 9 центнер, 14257 килограммымыз 14 тонна деп жазып аламыз. 994 есеп. Мектепте 1500 оқушы оқиды. Олардың туған күндері жыл бойындағы барлық күндерді қамтиды. Жыл бойындағы қайсы бір күнде кем дегенде мектептегі 5 оқушының туған күндері болатынын дәлелдеңдер. Үшін орындаймыз. Бір жылда 365 күн бар, ал оқушылар 1500 екен. Енді 1500-ді 365-ке бөліп, қанша оқушының туылған күні қай күндер болатынын білуіміз керек. 1500-ді 365-ке болсақ 4 болады. Демек, күніге барлық оқушыныкі кем дегенде 4 оқушының туылған күні болады. Ол міндетті түрде. Енді бұл жерде 40 қалдық қалып тұр. Ендеше осы 40 қалдық, бұл кем дегенде тағы да 40 күнде 5 оқушының туған күндері болуы мүмкін екендігін айтып тұр. Демек, жауабы кем дегенде 40 күнде 5 оқушының туған күндері болуы мүмкін. 995 есеп. Квадраттың периметрі 22,48 дециметр. Квадраттың ауданын табыңдар. Жауабын ондық үлестерге дейін дөңгелектеңдер. Берілген жазып аламыз. Квадраттың периметрі 22,48 дециметр екен. Оның ауданын табуымыз керек. Сұрақ қойып қойдық және квадратты сызып қойдық. Квадраттың барлық қабырғалары бір-біріне тең. Ендеше периметрін табатын берілген болса, біз оның әуелі ауданын табу үшін қабырғасының ұзындығын табуымыз керек. Формуланы жазып шешуін орындаймыз. Квадраттың периметрі 4 көбейту а-ға тең, яғни а квадраттың қабырғасы болып табылады. Бұл жерден аны табу үшін біз периметр 4-ке бөлуіміз керек. Ендеше а тең 22,48 4-ке бөлсек 5,62 дециметрге тең екен. Енді квадраттың ауданын табу үшін қабырғасына көбейтуіміз керек, яғни а квадратқа тең. 5,62-ні 5,62-ге көбейтсек 31,10 5844 болады. Бұны ондықтарға дейін ондық үлеске дейін дөңгелектейтін болсақ 31,6 дециметр квадрат болады. Демек, жауабы квадраттың ауданы 31,6 дециметр квадрат. 996 есеп. Санның берілген жуық мәні дұрыс болатындай цифрды жұлдызшаның орнына өз қалауларыңша қойып жазыңдар. Демек, жұлдызшаның орнына өзімізше қалаған сан жазуымыз керек. Өйткені мына жерде дөңгелек деген кезде мына жердегі 4-іміз 5-ке тең болыпты. Ендеше бұл жерде 5-тен үлкен сандар қоюымыз керек. Демек, мен 9 қойдым. 2,149-ды 2,15 деп жуықтап жазып алдық сонда. Ал мына жерде 9,135 болыпты. Демек, біз 5-тен кіші сан жазуымыз керек. Мына жерге мен 2 жаздым. Одан кейін 14,168 болған. Ал мына жерде 67-тен кейін жұлдызшаның орнына біз кез келген 5-тен артық санды жазуымыз керек. Мен 7 жазып қойдым. Қалғандарында дәл солай орындадық. 28,731 дедік. Бұл тең болады 28,173-ге. 44,980-ді 44,198 деп жазып алдық. 53,10,4356 жуықтап алғанда 53,436-ға тең. Жұлдызшаның орнына қойылған сандарды көк сиямен жазып қойдым. 997 есеп. Теңдеуді шешіңдер. Теңдеудің берілгенін жазып алдық. Бұл жерде бөлшек сызығымен берілген екен. Алымында 6-дан 1, бөлімінде 4-тен 1, x азайту 3-тен 1. Осыдан азайтуымыз керек екен 8-ден 3-ті. Бұл тең болады 40-тан 1-ге. Бірінші біз мына екінші бос мүшені теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы амал таңбасымен өткіземіз. Бірінші берілген бөлшектің өзін жазып аламыз. Енді теңнің оң жағына 40-тан 1 қосу 8-ден 3 деп бөлімдері әртүрлі болғандықтан бұларға ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 40 болады. Сондықтан 40-ты 40-қа бөлсек 1, 40-ты 8-ге бөлсек 5-тен болады. Енді бөлшектің өзін жазып алып, тең деп 40-тан 16 дейміз. Бағана өрнекті орындағанда осы шықты. Енді бұл жерде 6-дан 1-ді бөлшек сызығын бөлу деп білеміз. 6-дан 1 бөлу деп жазып алсақ болады мына бөлшек сызығын. Сондықтан 6-дан 1-ді біз
40-тан 16-ға бөлеміз. Бұны теңдіктің оң жағына өткіземіз. Мұны астындағы бөліміні өзін жазып аламыз. 4-тен 1 x азайту 3-тен 1 тең деп, 6-дан 1-ді 40-тан 16-ға бөлеміз. Оны бөлетін болсақ, 12-ден 5 шығады. Енді берілген мына жерден 4-тен 1 x-ті табу үшін біз 4-тен 1 x тең деп, осы 12-ден 5-ке мына 3-тен 1-ді қосамыз. Бұл 12-ден 9-ға тең болады. Енді бұл жерден x табатын болсақ, 12-ден 9-ды 4-тен 1-ге бөлеміз. Бұны бөлген кезде қысқартамыз, нәтижеде 3 шығады. Демек, x-іміз 3-ге тең. Екінші теңдеуді жазып алып, дәл солай орындаймыз. Мына жердегі бос мүшені теңдіктің екінші жағына, яғни оң жағына қосу болғандықтан мына жерде азайту қылып өткіземіз. Бұны есептедік, бұл 10-нан 1-ге тең болды. Енді мына бөлшек бөлігін өзі қалды, бөлшек бөлігін жазып, тең 10-нан 1 деп жазып қоямыз. Енді тағы да бағанағыдай үстіндегі алымыны теңдіктің екінші жағына өткізіп, 4-тен 1 бөлу 10-нан 1 деп жазып аламыз. Бұны бөлсек 2-ден 5 келіп шығады. Енді 2-ден 5 деп жазып алдық. Мына жердегі мына екінші бос мүшені тағы да теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы амал таңбасымен қосу амалымен өткіземіз. Сонда 4-тен 3 x-іміз тең болады. Мына 2-ден 5-ке 2-ден 1-ді қоссақ, 2-ден 6 бұл 3-ке тең болады. Енді мына жерден x-ті табу үшін біз осы 3-ті 4-тен 3-ке бөлеміз. Бұл 4-ке тең болады. Демек, x-іміз 4-ке тең екен. 998-ші есеп сандардың қайсысын 7,100,000-48,126 санының жуық мәні ретінде алуға болады. Нәтижесін жуық теңдік түрінде белгісімен жазыңдар. Міне үлгіде көрсетіп қойған 6,124-іміз кіші екен, 6,10,000-2473-тен бұл кіші екен 6,125-тен. Демек, 6,10,000-2473-іміз 6,125-ке тең деп. Яғни, жүктап алғанда соған теңдейміз. Берілген жазып алдық. Енді үлгі бойынша дәл солай қайсысы жақын екенін жазамыз. Мына жерде 7,100,000-48,126-ымыз 7,4-тен кіші, 7,4-тен үлкен, 7,5-тен кіші деп берілген. Ендеше бұған жақын мәні 7,5 болады. Ал екіншісінде жүздіктерге дейін, жүздік үлестерге дейін дөңгелек деген, бұл жерде 7,149 ба, или 7,148 ба қайсысы жақынырақ екенін табуымыз керек. Мұна енді жүздік үлеске дейін дөңгелек дегенде 8-ден кейінгі санға қараймыз, бұл 1 болып тұр ғой. Ендеше мұна 48-дің өзі жазылады, ешқандай 1 қосылмайды. Демек, бұның жауабы мынау. Мұны жазып қойдық. Үшіншісінде мыңдық үлестерге дейін дөңгелек деген, міне 1-ден кейінгі санды қараймыз 2. Демек, 1-ге ешқандай сан өткізілмейді, қосылмайды. Сондықтан мына сан бұның жауабы болып табылады міне. Одан кейінгісінде де қараймыз. Бұл жерде 10 мыңдық үлестерге шейін дөңгелек деген, 10 мыңдық үлестен кейінгі санды қараймыз, 6 екен. Демек, 3 қосылып жазылу керек екен. Демек, бұның жауабы мынау болады. Осылайша жазып қойдым. Демек, жауабым бұл жерде мен көк сиямен жаздым. 999-ші есеп. Жай бөлшектерді мыңдық үлестерге дейін дөңгелектенген ондық бөлшек түрінде жазып, кестені толтырыңдар. Бізге жай бөлшек берілген, оны ондық бөлшекпен өрнектеуіміз керек. Ол үшін біз алымын бөліміне бөлеміз. Демек, 3-тен 2-ні 3-ке бөлсек, 0 бүтін, осылай 6 жалғасып кете береді екен. Демек, бұл шексіз кеткендіктен бұны біз ондық бөлшек түрінде мыңдық үлестерге шейін дөңгелекте деген. Демек, үтірден кейін 3 сан қалдыруымыз керек. Мына жерде қараймыз. 3-ден кейін 4-шісі де 6-ға тең болып тұр. Демек, мұнаған біреуді қосып жазамыз. Бұл 0,667 болады. Кейінгісін 6-ны 7-ге бөлетін болсақ, ол 0,8571 осылай жалғасып кете береді. Сондықтан мына 7-ден кейінгі сан 5-тен кіші болғандықтан бұл жазылмайды. Демек, 857-нің өзі жазылады. 0,857. Кейінгісі 13-тен 2-ні біз дөңгелектеп жазып қойдық. Бұл 0,154. 15-тен 9-ымыз 0,263 болады. 1000-ші есеп. Кубтың барлық қырларының қосындысы 51,16 см. Кубтың толық бетінің ауданын табыңдар. Жауабын бүтінге дейін дөңгелектеңдер.
кубтың қабырғасының ұзындығын тауып аламыз. Ол үшін қырларының қосындысы дейді. Бір қырының ұзындығын табуымыз керек. Қосындысы 51,6 болатын болса, кубтың 12 қыры бар. 12-ге бөліп, оның қабырғасының ұзындығын тауып аламыз. Бұл 4,3 сантиметр болады. Енді осы жерден бір жағының ауданын тауып алайық. Кубтың барлық жақтары квадрат болады. Ендеше ауданын табу үшін а квадрат болады, яғни 4,3-ті 4,3-ке көбейтеміз. Бұл 18,49 сантиметр квадрат болады. Енді кубтың 6 жағы бар. Сондықтан осы бір жағының ауданын тапсақ, осы берілген ауданды 6-ға көбейтсек жеткілікті. 18,49-ды 6-ға көбейтетін болсақ, 110,94. Енді оны бүтінге дейін дөңгелектейтін болсақ, 111 сантиметр квадрат болады. Демек, жауабы кубтың толық бетінің ауданы 111 сантиметр квадрат. 1001 есеп. Жердің бір тәулікте өз өсінен айналу жылдамдығы 0,46 км секунд. Міне 4-18 суретте көрсетіліп тұр. Жердің күнді айналу жылдамдығы жердің бір тәулікте өз осінен айналу жылдамдығынан 65,22 есе көп. Жердің күнді айналу жылдамдығын бүтінге дейін дөңгелектеп мәнін табыңдар. Берілген жазып аламыз. Жердің өз өзінен айналу жылдамдығы 0,46 км секунд екен, ал күнді айналу жылдамдығы одан 65,22 есе көп екен. Енді шешуін табу үшін біз күнді айналу жылдамдығын табу үшін 0,46-ны 65,22-ке көбейтеміз, өйткені есе көп деген. Бұны көбейткенде 30,10,012 шықты. Енді оны бүтінге дейін дөңгелектейтін болсақ, 30 км секунд болады. Демек, жауабы жердің күнді айналу жылдамдығы 30 км секунд. 1002 есеп. Ұзындығы 150 метр эскалатордың қозғалыс жылдамдығы 32 метр минут. Жоғары жылжыған эскалатор үстіндегі жолаушы жоғары қарай 8 метр минут жылдамдықпен жүрді. Ол жоғарғы қабатқа неше минутта көтеріледі? Жауабын бүтінге дейін дөңгелектеңдер. Берілген жазып аламыз. Эскалатордың жылдамдығы 32 метр минут, яғни В деп жазып қойдық. Эскалатордың жылдамдығы, мынау жолаушының жылдамдығы, бұл 8 метр минутқа тең. Ал эскалатордың ұзындығы 150 метр екен. Енді осы жоғарғы қабатқа дейін жолаушының неше минутта көтерілетінін табуымыз керек. Бірінші біз жалпы жылдамдықты тауып аламыз. Эскалатор мен жолаушының жылдамдығын қосып, сонда 40 метр минут болады. Енді осы жерден т-ны табу формуласын жазамыз, яғни ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Сонда 150-ді 40-қа бөлсек 3,175 болады. Бұны жуықтап алатын болсақ 4 минут болады. Демек, жауабы жолаушы жоғарғы қабатқа 4 минутта көтеріледі. 1003 есеп. Есептеңдер. Берілген өрнекті жазып алдық және орындалу тәртібін жазып қойдым үстіне. Бірінші, алымындағы, бөлшектің алымындағы жақшаның ішін орындаймыз. Одан кейін шыққан санды бөлеміз. Міне екінші жол. Үшінші жол, осы шыққан санға мына бөлшек санды қосамыз. Төртінші, мына екінші бөліміндегі жақшаның ішін орындаймыз, қосуды. Одан кейін бесінші, мына көбейтуді орындаймыз. Бұл шыққан санды енді мына үшіншіден шыққан санды мына бесіншіден шыққан санға бөлеміз. Алтыншы жол болады бұл. Сонда өрнектің мәні 1,9-дан 1-ге тең болып тұр. Орындаймыз. Міне бірінші жол. 4,12-ден 5-ті 3,18-ден 7-ден азайтатын болсақ, ортақ бөлім бердік. Бұл жерде 12 мен 18 ортақ бөлім 36 болды. Демек, мұнаған 3-тен, мұнаған 2-ден бердік. Ендеше бұларды азайтатын болсақ, 1,36-дан 1-ге тең болды. Ал енді осы 1,36-дан 1-ді 9,125-ке бөлеміз. 9,125-ті жай бөлшек түрінде жазып аламыз. Бұл 100-ден 925 болады. Енді оны бөлу еді, көбейтуге орын ауыстырамыз. Қысқартатын болсақ, 9-дан 1-ге тең болды. Үшінші, осы 9-дан 1-ге 6-дан 5-ті қосамыз. Бұл 18-ден 17-ге тең болады. Төртінші, бөліміндегі қосу жақшаның ішіндегі өрнекті орындаймыз. Бұл 1,275 болды. Бесінші, осы 1,275-ті 3-тен 2-ге көбейтеміз. Бұл 20-дан 17 болды. Көбейтіндінің мәні. Енді 18-ден 17-ні 20-дан 17-ге бөлетін болсақ, 1,9-дан 1-ге тең болды. Бұл
осы амалды өрнектің мәні болып табылады. Екіншісінде дәл осылай орындаймыз. Орындалу тәртібін үстіне жазып қойдым, ретіні. Бірінші көбейту, одан кейін қосу, одан кейін азайту орындалады мына алымындағы, одан кейін бөліміндегі жақшаның ішіндегі амал, одан кейін мына 5-ші, ең соңында 6-шы осы алымы мен бөліміндегі шыққан сандарды бөлеміз бір-біріне. Сонда өрнектің мәні 0,100-ден 5-ке тең болады екен. Міне бірінші жол, екінші жол толық жазылған барлығы. Өз беттеріңізше орындап, тексеріп көрсеңіздер болады дәптерге орындап. 1004-ші есеп, ақпарат коммуникация технологиясы көздерін пайдаланып, жерден айға дейінгі қашықтықты жазып алыңдар. Жарық 300.000 км/секунд жылдамдықпен тарайды. Ай сәулесінің жарығы жерге қанша уақытта жетеді? Жауабын ондық үлестерге дейін дөңгелектеңдер. Берілген жазып аламыз. Қашықтық 384.500 км екен, жылдамдығы 300.000 км/секунд екен. Демек, ай сәулесінің жарығы неше секундта жететінін табуымыз керек. Ол үшін тыны уақытты табу формуласын жазып қойдым. Ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 384.500-ді 300.000-ға бөлсек, 1,281 осылай бір жалғасып кете береді. Сондықтан бұны жуықтап алып жазамыз. 1,3 секунд деп, яғни ондық үлестерге шейін дөңгелектедік. Демек, жауабы ай сәулесінің жарығы жерге 1,3 секундта жетеді. Осымен бүгінгі 4-11-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.